Жалпы үй жұмысына байланысты бірінші тапсырма, ең бірінші тапсырма бізде не болды? Айнымалыларды құру керек болды. Әр типке байланысты. Біріншісі бізде не болды? String типімен байланысты айнымалы құру керек болды. String типі. Көбісінде, кейбір студентте былай жіберді. Мысалы, студент name деген жазғандар да бар, Мысалы, әсел деп атайық, Мынаны негізінде бұл жерде ешқандай қате жоқ. Негізінде барлығы дұрыс, бірақ не жазған кезде, то есть былай жазды, екіншісі былай жазды, Мысалы, так, Алижан дейік, мына екеуінде де негізі қате жоқ негізінде. Екеуі де дұрыс. Бірақ бізде не бар? Best practice деген нәрсе бар, программистер арасында код жазудың тәсілдері бар, Көріп тұрсаңыздар, мына жерде бірнеше былай жазып кетсек болады, қарасаңыз бірінші әріп мына жерде үлкен, одан кейін екінші әріп үлкен, одан бөлек мынандай қылып жазсақ болады, student.name деп, студенттің есімі деген сөз, мысалы, Омар деп атайық, сол сияқты, так, көрсеңіздер, уже 3 версия бар, Бүйтіп, бір ғана айнымалы, сол бір айнымалыны құру үшін, біз қазір айнымалының аты туралы сөйлесіп жатырмыз, 3 түрлі версиясы бар, Кейбірлер вообще былай да жазуы мүмкін. S-name де жазуы мүмкін, Мысалы, Сәуле деп атайық. Қарасаңыздар, бүйтіп түрлі жазып кете береді негізінде адамдар. Бірақ программист болғаннан кейін барлығы біз командада жұмыс істейміз. Біз командада жұмыс істейміз, біз компанияда жұмыс істейміз, біз командада жұмыс істейміз, Сол үшін көбіне біз не істейміз? Біз camel case деген нені форматты қолданамыз. Ол не деген сөз, Camel case деген нәрсе, жалпы camel деген нәрсе түйе деген сөз, Case деген нәрсе, ол мысалы деген сөз, немесе түйенің мысалы. Түйеге мысалына ұқсас не жазып үйрену. Немесе түйенің тәсілі деп атайды. Қарасаңыздар, түйеде өркеші кішкентай болады, потом үлкен болады өркеші, одан кейін кішкентай болады, одан кейін үлкен болады, Бұлай бір толқын сияқты болып кетеді, Сол үшін бұны camel case деп атаған. Түйе сияқты болады, өркеші болады, егер көркеші. Соған ұқсастырған бұны. Демек, бірінші әріп, ол бірінші әріп міндет, бірінші сөз, кішкентай әріппен басталады, Так, мына жерде бірінші сөз кішкентай әріппен басталады, екіншісі не? Үлкен әріппен басталу керек, Сол үшін жазған кезде мүмкіндігінше осы бір тәсілді қолданған дұрыс, Көп JavaScript разработчиктер жазған кезде осылай жазады. Студент name деп қолданады, мен camel case қолданады. Бірақ ертең жобаларда жұмыс жасайтын болсаңыздар, әр компанияның өзінің ұстанатын несі болады, өзінің ережелері болады, Кейбір компаниялар біз былай жазамыз деп айтады, Яғни, нижний подчерканы арқылы, Сол сияқты ондай да тәсілдер болуы мүмкін, бірақ 90% өзінің жобамызда, немесе басқа компанияны көрсеңіздер, мына бір тәсілді қолданады, Мынау дұрысы. Так, осыған келеді, Одан бөлек, так, не болды? Үй жұмысына байланысты. Одан кейін мынандай нәрсе болды, Екінші тапсырма бізде істемей жатыр деп ойлады. Мысалы, бізде let, мысалы, айтайық, не бар? Текст бар деп атайық, Мысалы ретінде banana деген сөз болсын, Біздің apple деген сөз болсын. Одан кейін былай істеді, text to lowercase деп жазды. Одан кейін console точка не істеді? Блок деді, текстті берген болатын, Нәтижесінде, яғни мына жақтан бүйтіп жазайық. Біріншісін үлкейтіп жазайық. B үстіне A, banana. Біз нәтижесіне не күтеміз? Бізде нәтиже result деп атайық. Біз нәтижесіне осыны күтеміз негізінде. Барлығы кішкентай әріппен болу керек. Banana, apple, Бірақ мынау код дұрыс жұмыс жасамайды. Немесе бұл код олай жұмыс істемейді, достар. Көбісінде осындай ошибка, жіберген кезде. Одан кейін мына жерді қарап тұрсаң, to local lowercase деген нәрсе бар. Екеуі де тура бір нәрсені орындайды. Қарасаңыз, to local lowercase дейді, ол да кішірейтеді. To lowercase ол да барлық әріптерді не істейді? Кішкентай әріпке ауыстырады екен, Разница жоқ. Мына жерде біздің кодымыз олай жұмыс жасамайды. Өйткені мына бір бізде орындап болғаннан кейін, мына бір функция деп атаймыз, алдағы танысамыз, орындап болғаннан кейін бұл не істейді? Бұл қайтарады. Қарап тұрсаңыздар,
бұл керісінше не істейді? Мысал ретінде өзгерген немесе өзгерген, иә, текст деп атайық, қазақша жазып қояйық бұл жерге. И және не істейміз? Мына жерге былай қоятын кезде ғана не істейді? Жұмыс жасайды екен, иә. Өйткені біз мәтінді өзгерттік, иә, уже мәніміз осының ішінде, иә, кішкентай әріппен. Бірақ сен жаңа текст деп шақырғаннан кейін ол бәрібір бұрынғыдай үлкен әріппен көрсетеді екен, иә. Сол себепті мына бір функциямен танысқан кезде жақындап танысамыз. Жалпы жаттап алыңыздар, иә. Lower case бұл мына түпкі мәтінді өзгертпейді. Бұл қайтарады, жаңа мәтінді қайтарады, иә. Түпкі мәтінді түп нұсқадағы мәтінді өзгертпейді. Керісінше жаңа өзгерген мәтінді қайтарады, иә. Осындай бір ережеміз бар екен. Жалпы солай. Одан кейінгі нәрсе, үшінші замечание. Қазақша, орысша, ағылшынша жазып кетеді, иә. Мысалы, мына жерге қарасаңыз, өзгерген текст дейді. Әрине былай жазсақ болады, иә, өзгерген текст деп. Бірақ мүмкіндігінше, иә, егер ағылшын тілін білген болсаңыздар, иә, базалық деңгейде apple, банан деген сөздерді білеміз ғой енді, иә. Мүмкіндігінше сол сөзде студент деген студент name деген есімі деген сөз, иә. Не істейміз? Мүмкіндігінше айнымалының атын ағылшынша жазуға тырысайық, иә. Мысалы ретінде компьютердің аты болатын болса, не дейміз біз? Computer name дейміз, иә. Қарасаңыздар. Mac деп атайық, иә. Не істейміз? Мүмкіндігінше біз не істейміз? Ағылшынша жазу керек. Даже Қазақстан компаниясында ертең жұмыс істейтін болсаңыздар да, иә, IT компаниясында маңызды емес, ол жерде ағылшынша сөйлемеуі де мүмкін, иә, адамдар. Бірақ бәрібір де не істейді? Мынаның барлығын айнымалы құрған кезде оны ағылшын тілінде жазады, иә. Бұл маңызды ереже. Осындай бір 3 замечание бар, иә. Өздеріңіз кодтарыңызда осылай қолданып үйренсеңіздер. Жақсы ма? Так, бұл осы. Сұрақтар болса қойсаңыздар болады, иә. Болмаса біз тағы да айнымалы қорытып тастайық, иә. Сандар дегеніміз соңғы 2 сабақта алған жоқпыз, иә. Мысалы string және де не? Айнымалы булиндік тип undefined, сол туралы сөйлесетін боламыз. Бастай берейік па жаңа сабақты? Иә. Так, сұрақ. Мына жерде қол көтерсеңіздер болады, комментарий көтерсең, дауыспен айтсаңыздар болады, иә, сұрақ болса. Ал жаңа сабақты бастайық, иә. Жаңа сабақ, мына 2 сабақ негізінде біз алдыңғы сабақтарда не істедік? Мына сабақта 4-ші сабақты қарастырған болатынбыз, иә, string деген типімен жақын танысу. Бұл сабақта жалпы не бар? Міне көріп тұрғандай біздің жаңа мысалдарымыз бар, иә. Student name, lens дейді, to local uppercase деген нәрсе біз жаңамыз. Бұл жерде танысатын нәрселер, функциялар деген тақырыптармен танысу керек болады екен, иә. Мынаның барлығымен біз не істейміз? Жақында уже келесі модульда бұйырса осы тақырыптармен танысатын боламыз, иә. Қарап көрейік. Шартты оператор, одан кейін модуль екен, иә. Үшінші модуль, 4-ші модуль бізде как раз осы функциялар туралы болады тақырып. Сонда бізде мынандай бір жеке жақын танысатын. Мынау не нәрсе? Дәл қазір түсіну керек нәрсе, иә. Біз ақпараттың немесе айнымалымен жұмыс істеген кезде бізде көмекші нелер бар екен, құралдар бар екен, иә. Біз мысал ретінде жаңа мысал келтіргендей, мына барлық мәтінді, иә, қалай кішірейте аламыз, иә, қалай кішкентай әріппен жаза аламыз барлығын. Керісінше қалай үлкен әріппен жаза аламыз, иә. Демек, мына текст деп жазсаңыздар, мына жерге нүкте деп жазсаңыздар, мына жерден оның несі методтары шығады екен, иә. Мына нәрсе, осындай бір роза болып тұрған нәрсе, ол оның методтары деген сөз, иә. Мынаның барлығымен біз ол сабақта кейбіреулермен түсіндіріледі, жиі қолданатын, иә. Алдағы сабақтарда бірақ бұнымен уже жақын танысатын боламыз, иә. Мынаның барлығы не бізде? Бұл методта және де мына жерде не бар? Мұны сипат деп атайды. Мысал ретінде мына бір мәтін қанша әріптен тұрады, иә? Оны білу үшін не істейміз? Мысалы, мына жерде lens деген нәрсені шақырады екенбіз. Енді мысалы ретінде console.log дейміз, иә. Жаңағы text.lens жібереміз осында, иә. Енді осыны біз тексеріп көрейік. Так. Мына жерде бізде, достар,
плагинді ұстайту керек болады. Қазір орнатып қойсаңыздар ол плагинді VS Code'та. Мына жерде бізде плагиндар деген бөлім бар. Осыған басамыз. Және бізге керегі не? Live сервер керек екен. Live сервер деген плагинді міндетті түрде орнатып алыңыздар қазірге. Жақсы ма? Live сервер. Осы. Так, былай алайық. Сервер тұра берсін. Так, біз қателеспесем, оны біз сабаққа қосқан болатынбыз, JavaScript-те, мына жерде, так, VS Code жазуға арналған, біз по-моему талқыладық бұны. Так. Так, мына жерде жоқ. Қазір бір минут тексеріп қойын. Айнымалы деген видеоның ішінде көрсеткенсіз. Иә. Айнымалы деген видеоның ішінде көрсеттім, Так, мен мына жерге бірінші модульге қоса салайын. Осы жерге не дейміз? VS Code плагиндар. Жеке сабақ болып тұра берсін. Ең керек плагин бізде ол өзі бірнешеу ғана, Ол біріншісі жаңағы бізде не? Так, неге қойылмай жатыр? Stable from friend arrow дейді. Так, қазір бір сәт тексеріп көрейін. Мынаны аламыз. Копировать. Былай вставить десем. Так, ерінді болған сияқты. Өзі бірнеше плагин ғана өзі жұмыс істейтін. Соның бірі ең жиі қолданатын ол live сервер деп аталады. Тап қоя салайын. Біреуге керек болар. Бұның мақсаты жалпы сіздің HTML JavaScript-ті браузерда орнату, яғни браузерда көрсету, Орнатып болғаннан кейін сіздерде не пайдалады? Мына жерде батырма пайдалады. Go live деген. Осыған басу арқылы не болады? Сіздерде өзіңіздің жаңағы JavaScript кодыңыз, сайтыңыз орындалады. Мына жерде біз не етеміз? Консольді ашамыз, тексереміз, Қарайтын болсаңыздар, мына жерде бізде не бар? 12 деп тұр, 12. Тексеріп көрейік, Мына жерде бізде, яғни мәтіннің ұзындығы қанша әріптен тұрады? 12 әріптен тұрады екен. Пробел да ол әріпке есептелінеді. Естеріңізде болсын. Демек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 әріптен тұрады екен. Ол соны қайтарады. Демек, lens деген нәрсе, мысалы бір кітапте қанша не бар? Әріп бар. Санағыңыз керек болады мысалы. Бір параграфта қанша әріп бар? Соның несін білу үшін, ұзындығын білу үшін, былай айтқанда, lens деген бізде сипат болады екен, точка lens деп жазасыздар. Ары қарай бізде не болды? Өз бірнеше методтарға to local case, lower case деген нәрсе бар, Бұл бізді айтқандай барлық кішкентай әріпке қылады. Одан кейін to upper case, бұл керісінше не істейді? Барлығын үлкен әріпке ауыстырады. Бізде тағы да не бар? Includes деген методтар бар, Солармен біртіндеп танысып шығыңыздар. Сабақта жақсы жеткілікті түсіндірілген. Так, бұл стринг типіне байланысты. Енді қызық тақырып, бізде осы модульге байланысты. Бұл не бізде? Булиндік типпен таныстығы, үйленгенсің бе? 18-ден асқан ба жасың, балан бар ма? Оқисың ба? Деген сияқты. Бұның барлық true false. Біз білеміз. Одан кейінгі undefined деген бар, одан кейін null деген бізде не бар? Типтер бар екен. Бұл сабақта да түсіндірілген жақсы, оның несі, разницасы, жалпы олар не үшін керек, жалпы мақсаты бар. Осымен бізде жалпы не болады? Негізгі типтермен бітіреміз, негізгі айнымалы типімен танысып бітеміз. Модульда мақсаты осы. Одан да басқа типтер бар, оларды күрделі типтер деп атайды, күрделі типтер. Жалпы JavaScript-те немесе кез келген программирование тілінде айнымалар екіге бөлінеді. Біріншісі примитивті типтер деп атайды, немесе оларды жеңіл типтер деп атайды, базовый негізгі типтер деп атайды, негізгі типтер. Екінші түрі ол күрделі типтер деп атайды. Негізгі типтер олар біздің 6 ғана JavaScript-те, 6 саны. Олар бізде не? String, мәтін типі, сан типі, ол number бізде.
Булендік тип, иә, ол бізде true, false бар екен, иә. Одан кейін не бар бізде, жаңағы бізде null бар, ол да ерекше тип, иә. Одан кейін undefined бар, иә. Солардың барлығымен біз таныстық, иә. То есть мына қазір екі типпен танысатын боламыз. Нулион, то есть boolean таныстық, undefined және null. Енді қараңыздар, иә, бізде не бар? Жалпы мынаны алып тастаймын барлығын, иә. Мысал ретінде айталық, иә. Let age дейік. Және мен мына жерге console.log age дейтін болсам, иә. Егер мен консольда, браузердің консолінде көргім келетін болса, то есть мынаның мәнін тексергім келетін болса, мына айнымалын, иә. Мәні не мына? Мен бұның мәнін берген жоқпын. То есть айнымалын құрдым, болды. Енді соны көрсеткім келіп тұр, иә. Біз білеміз, console.logта ол мәндерді көрсетеді, айнымалын мәнін көрсететінін біз білеміз. Егер тексеріп көретін болсақ, бізде не деп тұр? Бізде undefined деп тұр, иә, достар. Undefined. Бұл деген сөз, яғни кез келген айныманы құрған кезде, және де оған мән бермесеңіздер, оның бастапқы мәні не болады? Undefinedқа тең болады екен. Undefined. Яғни, бұны қазақша аударатын болсақ, анықталмаған. Анықталмаған. Немесе не определен. Неопределен деп айтайықшы. Яғни қарасаңыздар, осындай екен, иә. Яғни бұл тек қана сандарға қатысты емес, иә. Кез келген мысал ретінде мен let name деп оны мән бермесем, let мысалы married десем, иә, оған да мән бермесем, иә. Мысал ретінде біз бәрін былай тексеріп көрейік, иә. Name үтірмен бірнеше мән жаза аламыз, иә. Married деп тексеріп көрейік. Бізде не болады екен? Қарасаңыздар, 3 рет undefined, иә. Яғни менің бастапқы мәнім жоқ. Мен анықталмағанмын деген сөз, иә. Енді бізде тағы да екінші түрі бар екен, иә. Екінші түрі ол жалпы бұл null деп атайды. Екеуі бұлар көрші. Бұларды null, undefined, бұларды өтірікші типтер деп атайды. Өтірікшілер бұлар негізінде. Айтсаңыз, как түсіндірем не үшін екен? Өтірікші типтер деген. Жалпы енді null деген нәрсе бар. Бұның да мақсаты сондай негізінде, иә. Бірақ енді сен анықтап қоятын болсаң, иә, мысал ретінде age деп қоятын болсаң, былай null деп жазайық, иә. Бізде age не деп тұр? Так, қайтейін. Бізде age екі рет қайталанғандықтан бізде ұрысып тұр, иә. Сен басында құрдың ғой дейді. Басында age дегенді құрдың ғой дейді. Сен қазір оны қайтадан құрып жатсың дейді. Олай болмайды дейді, иә. Бұл жерде маңызды ереже шығады екен бізден, иә. Сен бір рет құрсаң, мысал ретінде адамның есімі болатын болса, иә, сен оны қайтадан құра алмайсың. Қайтадан айнымал тура age деп қолдана алмайсың. Хорошо? Тек бір рет қана құрылу керек негізі айнымал деген нәрсе. Тура сондай айнымалы, тура сондай атпен құратын болса, иә, бізде не болады? Бізде ошибка болады екен. Қате болады. Бұл мысалы JavaScript көзін жымуы мүмкін, иә, ой жақсы деп. Бірақ басқа бір программа тілдері бар, Java секілді, C# секілді. Олар сіздерге кодыңызды орындамайды. Программа сразу бұзылады. Все, мен ештеңе көрсетпеймін дейді. Мынаны түземейінше дейді. Жақсы ма? Енді әзірге біз не істейміз, иә? Мысал ретінде age емес басқасын қолданайық, иә? Айталық, мысал ретінде мен бүйтіп алайын, иә? Let surname деймін, иә? Адамның фамилиясы болса керек. Null дедім. Так. И және де мынаны алып тастаймын пока на консольді. Console.log не деймін? Surname деймін, иә? Surname деген фамилия деген сөз. Тексерем. Ол бізде не істеп тұр? Ол бізге null деген мәнді қайтарып тұр, иә? Енді бұл жерде сұрақ туады, иә? Null мен жалпы undefined'дің айырмашылығы неде, иә? Null мен жалпы undefined'дің айырмашылығы неде? Біз мына жерде айтқандай, егер біз оған нақты мән бермесек, не болады? Ол бастапқы мәнді алады. Иә? Значение по умолчанию. Ол бізде undefined'қа тең болады. Ал егер де сен оның бастапқы мәні анықталған, иә, то есть уже бірақ оның сен точно мәнін білмейсің, иә, былай айтқанда, иә.
бірақ undefined болғанды қаламайсың да, что ол определен уже. Бірақ ол пустой деген деп айтқың келетін болса, онда нолды жазған дұрысырақ. Бұл көп кездерде пайдалы болады, көп кезде керегірек болады. Осындай бір айырмашылығы бар екен, егер де сенде значение шынымен пустой болатын болса, онда не дейміз? Біз нолды қолданамыз. Ал егер де ешқандай бастапқы мән берілмесе, біз не дейміз? Оған undefined деген мән өзі береді екен. Осындай бір разницасы бар. Бұл практикамен келеді түсіну. Енді бізде тағы да типтер бар. Мен айтайын қазір, ол символ деген сияқты типтер бар. Мысалы JS примитив. Қарасаңыздар уже шығып береді. Түсіндірем сіздерге бүкіл структураны. Мынаны ашайын. Қарасаңыздар, символ, мен как раз айтып жатқам. Символ деген тип бар негізінде. Бұл да алтау дедім ғой сіздерге жаңа, number, ол сан типі, string мәтін типі, boolean ол жаңа буулендік тип, null ол бізде жаңа null типіміз танысқан, undefined деген бұл және symbol деген бар. Символмен ол өте сирек жұмыс істейсіңдер, бұл символ деген сөз, ол не? Бір әріп деген сөз. Жалпы JavaScript-те символдар типтері бар. Мысалы ретінде символ деген сөз, ол бір әріп деген сөз. Мысалы сіз мына жерде string-та әріптердің тізімі болатын болса, мына жерде символда бірақ қана әріппен жұмыс істейсіңдер. Бұл енді бір қатты қажет емес. Мен өзі практикада бұны өте сирек қолдадым. Өте жиі қолданатындарыңыз мынау негізі base тип. Мына бір base типпен қатты дос болу керек. Одан бөлек бізде мына жерде қарасаңыздар примитивті типтер деген бар, даже кейбірлер жаңағы символды айтпайды даже. Бесемен ғана шектеледі. Не бар, мына жерде даже символды айтпады, түсіріп тастады. Өйткені ол қолданбайды, оны өте алдан сирек қолданады. Және де мына жерде бізде күрделі типтер деген бар, жаңағы біз айтқандай, олар объектілер, олар массивтар, сол сияқты типтер бар, map деген, set деген нәрселер бар. Бұйырса, олармен танысатын боламыз. Так, осымен бізде жалпы не бітті? Айнымалы тақырыптар бітеді бұйырса. Сіздер уже үй жұмысына жібергеніне байланысты, айнымалыларды дәл қазіргі нәрсе, ол бізде керегі не істеу керек? Қолда жаттықтыру керек. Біз айтқандай, стрингке байланысты бізде не бар? Үй тапсырмасы бар. Undefinedқа байланысты қажет емес. Мына видеоны қарап шығасыңдар. То есть, сіздерге қазір мына 3 сабақты көріп болсаңыздар, 4 мен 5 сабақты қарау керек болады. Жақсы ма? Солардың ішінде мына бір стринг тақырыбы кішкене көп методтар болуы мүмкін, іздеу методтары, сұрыптау, фильтрация, сортировка деген сияқты нәрселер бар. Оларға қатты мән берудің қажеті жоқ. Оларды біз не істейміз? Функция тақырыбымен жақынырақ танысатын боламыз, Так, неге байланысты осы? Айнымалыға байланысты. Тағы не айтқым келіп тұр айнымалыға байланысты? Яғни, қазір мысал ретінде сіздер өзіңіз не бар? Андай сөз бар. Псевдокод деген сөз бар, ұғым бар. Псевдокод деген нәрсе, мысал ретінде сіздің жаңағы кодты білмесе де, бірақ жазу керек болады. Мысал ретінде псевдокодты былай айтады, есім деген сияқты, есімім, серік деген сияқты. Мынаны псевдокод деп атайды. Бұл кәдімгі былай қарасаңыздар, псевдокод пен кодтың разницасы. Просто псевдокод ол сізге барынша түсініктірегі. Ал кодқа, мынаны енді кодқа аудару үшін біз не істейміз? Let дейміз, name дейміз, былай серік деп. Тура осындай псевдокодпен де жазып үйреніңіздер, егер сіздерге жеңіл болатын болса, алғашқы уақытта. Бірақ мына бір нәрсеге тырысу керек болады, ағылшынша жазуға. Так, тағы да не айтамыз? Айнымалыға байланысты. Так, сан типмен шолып жүрейін. Так, сан типіне байланысты бізде мына жерде не болды? Қызық тақырыптар болды. Математикалық нелер болды. Мынандай әдемі тақырып, осыны как раз айтқым келді. Егер мына жерге назар аударсаңыздар, бізде мынандай бір әдемі не бар? Объект бар, mass.min деген нәрсе бар, яғни санның ішінен, берілген сандардың ішінен кішісін табу, біз көрдік қой жасап. Енді сандарды жібересің, сол санның ішіне өзі іздеп, ең кішкентай санды тауып бересің. Макс айтып тұрғандай сөз, максимум деген сөз, минимум деген сөз, кішкентай, ең кішкентай. ABS деген нәрсе, ол абсолютті деген сөз, яғни сен қанша, мысалы, -5-ті жіберсең ішіне, бұл саған не қайтарады? 5-ті қайтарады,
дәрежені табу, мынаның барлығы математикаға керек нәрселер. Өйткені вычислениямен айналысатын болсаңыздар, бұлардың барлығымен біз жұмыс істейді екенбіз, иә. Так, бұл осы. Ең керек нәрсе мына мазбен достасып алыңыздар. Ертең бізде үй жұмыстары болады, осыған байланысты тоже маз деген нәрсемен достасу керек. Мен сіздерге айтамын, ең минимум тауып бер, ең максимум тауып бер санның арасынан, сандардың ішінен. Дәрежесін тауып бер, түбір астын тауып бер. Санды позитивтен негативке алып, негативтен керісінше позитивке ауыстыр деген сияқты нәрселер. Осындай нәрселер болады. Мынаның барлығын қазір кодқа жазамыз, немесе дәптерге де мынаның бәрін түртіп жазып алыңыздар. Мына бір нәрсе, сан типі номер дедік. Бүтін сандар мүмкіндігінше осыны копировать не істейміз? Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Жаттап алғанға шейін. Так, мынаны қарастырдық. Не бар бізде тағы? Парсинг дейтін нәрселер бұйырса, олар не үшін? Округленияның тақырыптары. Так, достар, осы. Бұл айнымалы тақырыпқа келген кезде, айнымалы деген нәрсе основа дедік. Бұны түсініп алғанға шейін жасау керек, және типтардың барлығын қолданып үйрену керек болады. Сұрақтар болатын болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Үй жұмысына айтайын қайталап, 4-пен бізде не? 5-ші сабақта аламыз. 4-ші сабақтағы стринг тақырыбын не істейміз? Соның ішінде үй жұмыс деген бар. Аны уже кейбір көбісі жіберді, кейбір студенттер жібермеді, осыны жіберіп жүрсеңіздер өздерің жасап. Так, ал сұраққа оралайық. Ағай, менде сұрақ бар. Қоя бер, Алижан. Біз float қолданамыз ба? Float? Или ол номердің ішіне кете ме? Бөлшек сандар ғой. Float деген нәрсе, ол бізде бөлшек сандар, 2,5 деген сияқты. Бұл басқа бір программинг тілінде float деп атайды. JavaScriptте жалпы, сандармен жұмыс істеу үшін бір-ақ қана тип бар. Ол бізде не? Number деп аталады. Жаңа біз айтқан let мысал ретінде phone number дейтін болса, телефон нөмірі болатын болса, мысалы 877-291 дейтін болсам, қарасаңыздар, бізде не? Мынау телефон нөмірін сақтауға арналған кәдімгі айнымалы, ол оның типі не? Бізде сан типі. Санды біз ағылшынша number деп атаймыз. Кейбір программа тілдерінде float деген нәрсе бар, small, tiny деген сияқты. Ол көбіне backend тілдерінде болады. Мысалы, float деген нәрсе бар, жаңа айтып тұрған сен. Int деген нәрсе бар, big int деген нәрсе бар, түрлі-түрлі болып кете береді ол. Ал JavaScriptте ең жеңілі, бізде ыңғайлысы, бізге саған бір-ақ қана типті жаттау керек болады. Ол сан типі болды. Маңызды емес ол, бүтін бе, бөлшек ба, кішкентай сан ба, үлкен сан ба, әйтеуір сол санмен жұмыс істеу үшін бір-ақ қана тип бар. Ол number типі. Так. Тоғжан қоя беріңіз. Мына жерде мен нолға қатысты қояйын деп едім. Неге? Мен түсінгенім бойынша, получается, кез келген мысалға біз айнымалыны жариялаған кезде, например, let const болсын, сосын бірақ оған біз ешқандай сан, то есть assign жасамасақ, например, 10 бірден кетіп, онда дефолтный несі жаңағы бізде undefined болады, Ой, молодец, дәл өзі. Бірақ мынау нөл дегенді қай кезде қолданады обычно? Енді сен қара, сен айтқың келіп тұр да, мысал ретінде, бұл бастапқы мән болып тұр ғой енді, нөл деген нәрсе. Бірақ бұл андай кезде болады. Мысал ретінде мен айтайын, сен адамның мысал ретінде айтайғы, қалай келтірсек болады, мысал ретінде сенде баға бар да, мысал ретінде мұғалімсің сен. Сен мұғалім болғаннан кейін не істей аласың, студентке айта аласың. Мысал ретінде пустой баға бермеу мүмкінсің. Баға. Студентке сен баға деген кезде сен 1, 2, 3, 4, 5 5-ке дейін бере аласың ғой, 1-ден бастап 5-ке дейін бере аласың баға, Сен бір кезде бермеу мүмкінсің студентті, ұмытып кету мүмкінсің. Мен ұмытып кеттім баға беруге. Ол кезде ештеңе жазбайсың. Ал сен бір кезде жазғың келетін болса, мысал ретінде сұрақ қылып қалдырғың келетін болса, бағаның орнына, ол сенің нолынан тең болып тұр как раз. Демек, ол студент кішкене ұстаз үшін ол түсініксіз болып тұр. Ұстаз үшін оның жұмысы
2-ге бағалана ма, 3-ге бағалана ма, 4-ге бағалана, яғни студентте қосымша неге керек болып тұр? Бір жұмыстар керек болып тұр. Сенің уже, былай айтқанда, бұл сенің уже, сен уже сұрақ қойып қойдың да өзіне. То есть бұнымен жұмыс істедім, тексердім, бірақ әлі де одан не керек? Үй жұмыстары керек деген сияқты нәрсені қойып қойдым. Тура мақсат сондай. Мақсат сондай. Мысал ретінде жаңағы, егер де саған қара, мен мысалы мына мысалды келтірейін, фоннан бір деп алайық. Мына мысалды қарасаң, мен былай жазамын, және де мына жер тағы да жазайын, 2 рет жазайын. Мына кезде бізде не болады? Undefined болады. Егер сен ештеңке, сен түртпедің, ештеңе берген жоқсың деген сөз. То есть сен әлі оған мән бермедің деген сөз. Ал мына жерге сен нол деген сөз, сен оған мән бердің деген сөз. Мәні бар уже. Оның нол деген сөз уже мәні бар деген сөз. Ты уже этот нені телефонды отработал деген сөз. Бәрі пустой деген сөз. Мына жерде пустой, но ты его не отработал деген сияқты. Осындай бір мен, например, let phone number там undefined деп болған бере аламын ба? Иә, ой, машалла. Оны не үшін беру керек болады? Былай да бере аласың. Плюс, егер де сен, бұл енді дублирование кода деп атайды. Өйткені сен и так и біліп тұрсың да, что по умолчанию значение undefined болатын, сен сонда да undefined деп жазып жатсың. Смысл жоқ та былай істедің. Олай істедің, смысл жоқ. Осылай қалдырып кеткім келсе, просто осылай жазсаң. Осылай жазсаң да и так undefined бол. И так undefined қайтын. Мынаны айттым ғой, қазір практикамен келеді сіздерге. Бір тапсырма берем сіздерге бұйырса. Сосын түсінесіңдер разницасын. Мына нол деген нәрсе, сен уже значение по умолчанию емес, ол уже сам уже. Сен уже, ты с этим уже данным отработал, айтқанда. Мысал ретінде фон номерға 0 деп берсе, просто телефон 0-ға тең деген сөз. Бұл да кәдімгі мән негізінде, 8 3 деген сияқты, бұл мән. Undefined деген сөз, кәдімгі пустой деген сөз. Просто телефон жоқ әлі. Түсіндіңіздер ме? Но кәдімгі мән. Просто сен әлі қолыңда емес ол телефон, просто сен. Сондай бір не бар, берсе практика ретінде тапсырма берем сіздерге. Так, давайте келесі сұрақ. Мадина ханым, сұрағыңыз бар ма? Мадина ханым сұрақ қойшы. Жоқ. Так, да, супер. Қиын тақырып емес, қорытып алыңыздар. Қойсаңшы. Әрине. Мысалы, нол дегенді, например, біз стрингдарға методтар бар, например, тағы басқа. Ал нолға ешқандай метод жоқ, получается, оны ешкіммен салыстыра алмайсың, просто. Ой, машалла, сұрақтарыңыздың несі бар екен, дәмі бар екен, әдемі. Нолға біз метод қолдана алмаймыз, тек қана бірнеше метод қана бар, is нол деп тексеретін, но нолмен жұмыс істей алмайсың, просто сондай мән, пустой мән деген сөз, то есть ол уже ол false, ол сондай мән. Мысалы, сен сандармен жұмыс істеу үшін бізде не бар? Парсент деген сияқты нәрселер бар, мысал ретінде қараңыздар, мен 2 точка дейтін мына жер мысал ретінде бізде age қай жерде болды? Қай жерде болды? Мысалы, age дейтін болсақ, онымен жұмыс істеу үшін, так, let age 2 деп алсаң, жұмыс істеу үшін оның өзінің методтары бар, мынандай бір методтар бар екен, сол сияқты сандармен де жұмыс істеу метод бар екен, ал нолмен ол бірнеше ғана, то есть оларды болмайды көбіне. Так, давайте, Шынболат, кімде бар сұрақ? Біз Ақшал? if-пен қолданамыз ба? Нені? Нолды if-пен қолданамыз ба? Бәрін қолданасың олмен. If-пен, ол келесі сабақ берсе шартты операторлар деген болады. Бүкіл нәрсе маңызды емес, бүкіл if-пен қолданасыздар. Так, келесі сұрақ. Түсінікті вроде. Так, супер, Ақжол түсінікті, Әлижан түсінікті көрдім. Так, Мадина түсінікті деді. Так, Шынболат нормально. Менде сұрақ бар еді. Аха, Бану, давайте. Мен программаны GoLive деп басам ғой. Go не? Да, GoLive деп, консоль бәрін шығаратын кезде, нәтижесін көру үшін. Сол кезде сізде папкілер көрініп тұрады, 01, 02 деп. Ал менде оны көрінбейді, ол не үшін екен? Менде ол неде ғой, алдыңғы сабақтарда жиналған ғой. То есть, мынау қазір жаңадан ашып тұрмын проектте, олар жоқ. Алдыңғы проекттің, то есть сабақ түсіру барысындағы ол кодтар. Хорошо? Олардың барлығы GitHub'та бар, доступ берсек болады, көрсеңіз болады.
Хорошо. Просто сабақтың материалына байланысты кодтар олар. Мен қазір тікелей эфир жасағаннан кейін сіздерге просто бәрін с нуля көрсетіп жатырмын былай. Так, ну, вроде түсінікті сияқты барлығына көбінен алдым. Иә. Жауап бергендеріңізге қарағанда мен сабақ түсінді деп ойлаймын. Сұрақтардың өзі әдемі сұрақтар, иә. Машалла. Тоғжаннан, иә, әдемі сұрақтар келді. Так, все, достар, онда бұйырса үй жұмысыға бізде демалыс бар алда, 2 күн, иә, суббота, воскресенье бар. Мына сабақты қайта қараймыз. Қайта айнымалын қарап, намольді полностью қарап шығамыз. Жақсы ма? Тапсырма. Және стринг тақырыбына байланысты кейбірлер жібермеді, айтылайын. Соны жіберсеңіздер хорошо. Бірақ где-то бір 80, ну, көбісі жіберді прям мынаны стринг. Үй жұмысын 80-90% жіберді негізі адамдар. Кейбір студенттерге айтып жатқаным, иә, ұмытып кетуі мүмкін, иә, соған байланысты жіберсеңіздер. Так, супер, достар. Келесі тақырып бізде вообще очень супер тақырып. Бұл бізде шартты операторлар, циклдар. Одан кейін мынау вообще очень тақырып. Функция деген бар, бүгін тоже танысамыз. В общем, білімге байлап беретін. Алатын да, беретін да бұйырса. Все, сабағымыз тамам. Бұйырса жақсы демалыс болсын, иә. Дәптерде міндетті түрде қазір